Қорқыныш деген адам баласында әр уақытта да болу керек. Үйден таңертең шығып бара жатқанда қорқыныш болу керек. Автобус қағып кетпей ма, тағы басқа жер сілкініс болмай ма деген. Ал енді бұл жерде ойлану керек. Бірақ мен енді жеке өз басым айтатыным, мен заңды бұзғаным жоқ. Менің барлық істеген істерім сол заңға сәйкес келеді. Сондықтан мына әділдік сот болады деп үміттенемін. Қорқыныш жоқ бұл жағынан. Мен 23 жылы сайлауға қатыстым, парламент сайлауға. Сол жерде сайлауға 50%-дан артық сайлаушылар қатысты деп жариялады. 300-де одан аз болды. Ал енді соған бір механизм керек болды. 300-де неше адам қатысты, неше адам қатыспады. Бұл жолы бұл енді бастау болды. Мүмкін халықтың көбі түсінбей қалған шығар. Мен ойлаймын, алдағы уақытта халық осыны түсініп, осы жолмен жүретін болады. И сонда алдағы болатын жолдарда осы механизмді қолданса, ертең халық өзі біліп отырады. Қанша адам қатысты, қанша адам қатыспады. Сонда болды ма сайлау, болмады ма, оның нәтижесі заңды ма, заңсыз ба, сонда бәрі белгілі болады. Ақылды бойкот дегеннің мағынасы осында.